Құрметті халайық, біздің тәуелсіздігіміздің нығаюының, мемлекетіміздің дамуының, ұлтымыздың, халқымыздың өсіп-өркендеуінің негізгі тірегі ата заңымызға 25 жыл толып отыр. Вот уже 25 лет мы живем и строим государство согласно нашей Конституции. Нормы и принципы, заложенные в основном законе, стали прочным фундаментом для развития казахстанской государственности, укрепили социальную и политическую стабильность, мир и дружбу, межнациональное и межконфессиональное согласие. Аталсан әрбір азаматтың арқа сүйер алтын арқауы. Біздің бүкіл тыныс тіршілігіміз, өмір салтымыз, жалпы қоғамның тамыр соғысы, барлығы осы ата заңымыздан бастау алады. Конституция күні құтты болсын ағайын. Один из самых выдающихся государственных деятелей казахского ханства, внесший неоценимый вклад в национальную историю Тауке хан, собрал на Культубе биев 3 жузов – Туле, Казыбек, Айтике, и вместе с ними на основе старых установлений Касымхана и Есимхана разработали и приняли новый свод законов под названием «Жеті жарғы» – 7 установлений. Ой, ел ағалары, ел ішінің ішкі және сыртқы жағдайлары қиындап барады. Бақталастық пен алауыздық күшейе түсті. Әрбір сұлтан өз елігіндегі ұлыстарды жеке дара билеп, дербестенуге тырысып жатыр. Бұл туралы не айтасыздар? 303-ке бөлініп, сөз жүзінде қазақтың ұлы ханы Тәукеге бағынғанымен, іс жүзінде өз алдына билік жүргізіп кетсе, кім болғанымыз? Иә, дұрыс айтасыз. Бұл жағдайлар жалпы қазақ халқын біріктіріп, сыртқы шапқыншылықтан қорғануға кесірін тигізді. Алауыздық пен өзара дау-жанжал, қақтығысқа белшестен батқан қазақтарға кесірін тигізген сайын, жоңғарлардың шабуылы күшейе түсті. Міне, сондықтан да ел бірлігін сақтап, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, қазақ хандығының күшеуін нығайтуымыз керек. Ынтымағы бір елді жау алмайды. Бәрі келді. Бірлік бар жерде, тірлік бар. Сөзіңнің жаны бар, Тәуке. Бұған не айтасың, Төле? Жаңбыр жаумаса жер жетім, басшы болмаса ел жетім. Оқбас қайтқан сөз жетім. Әз Тәуке хандығына жараса, ел бірлігін сақтауға билері жарар. Алтын ұяң отан қымбат, құт берекең атаң қымбат. Аймалайтын анаң қымбат, асқар тауың әкең қымбат. Мейірімді апаң қымбат, туып өскен елің қымбат. Ашу деген ағын су, алдын ашсаң арқырар. Ақыл деген дария, алдын тоссаң тоқырар. Кісі бірге туыспау керек, туысқан соң сөз қуыспау керек. Сөз қуған пәлеге жолғат, жол қуған олжаға жолғат. Ел ішіндегі малжан, жесір, құн және тағы басқа дауларды шешіп, сыртқы жаудан жерімізді қорғауға біз дайынбыз. Олай болса, 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін айтайын. Жыл сайын Күлтөбеде 300-дің басын қосқан жиын өткізіліп тұрсын. Абыройлы да әділетті 300-дің билері Төле, Қазбек, Айтекенің қатысуымен Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы заңдары жаңғыртылып, қазақ даласының 7 жарғы заңы жасалсын. Жүздер мен ұлыстар арасындағы күрделі тартыстар билердің алдында шешілсін. Сыртқы елдермен татулық сақтау үшін келіссөздер жүргізуде 3 биге тапсырылсын. Ердің ерден несі артық, ептестірген сөз артық, малдың малдан несі артық, бір ағасым ет артық, жердің жерден несі артық.
бір ауыз шөп артық. Міндетіне артылған сөзден шегінген жігіттен аштан өлген аюдың өті артық. Қаймана қазаққа сүйенген Тәуке ханның сөзі жерде қалмайды. 3 великих бия сумели собрать, сплотить народ воедино и оставить неизгладимую память исторических моментов Золотого века.